Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер. Сіздердің назарларыңызға Андромеда галактикасы туралы ең керекті және қызықты мәліметтерді барынша ұсынатын боламыз. Андромеда галактикасы біздің жеріміз орналасқан Құс жолы галактикасына ең жақын орналасқан галактика. Андромеда галактикасының диаметрі 220 мың жарық жылдарынан тұрады. Яғни бір шетінен екінші шетіне жету үшін 220 мың жарық жылдары керек болады. Не деген алып десеңізші. Андромеда галактикасында 1 триллион жұлдыз бар. Андромеда галактикасы бізге ең жақын галактика болғанымен 2,5 миллион жарық жылдары қашықтықта жатыр. Егер біз жарық жылдамдығымен сол галактикаға ұшатын болсақ, бізге ол жаққа жету үшін 2,5 миллион жарық жылдары керек болады. Бұл галактиканы түнде ешбір құралсыз көруге болады. Андромеда және Құс жолы галактикаларының түйісуі немесе бір-біріне қосылуы шамамен 4,5 миллиард жылдан кейін болады. Андромеда галактикасының 14 ергежейлі галактикалары бар. Спиральды Андромеда галактикасының біздің галактикамызға жақын болуы себепті астрономдар бұл галактиканы осы типтес басқа галактикалардың қалай пайда болғанын зерттеу үшін пайдаланады. Секундына 100-140 км жылдамдықпен Андромеда галактикасы біздің галактикамызға жақындап келе жатыр. Бұл галактика түн қараңғылығындағы жалаң көзбен көруге болатын ең алыс объект болып табылады. Құрметті көрермендер, егер видео ұнаған болса, каналға жазылып, лайк басып, достарыңызбен бөлісуді сұраймыз.